Сәлеметсіздер ме? Натурал сандарды көбейту және бөлу тақырыбының есептерін шығарайық. 51-ші есеп бөліндіде неше цифр болуға тиіс? Бірінші, 7 2 жұлдызша бөлінген 5 тең. Бұл жерде 3 цифрдан тұратын санды 5-ке бөлген кезде неше цифрдан тұратын сан шығады? Соны табуымыз керек. Ең алдымен біз 7 мен 5-ті салыстырамыз. 7 мен 5-ті салыстырамыз. Бұл жерде егер 7 үлкен болатын болса, мына жерде қанша цифр, сонша цифрдан тұратын сан шығады. Яғни 3 цифрдан тұратын сан шығады. Екінші, 6 2 жұлдызша бөлінген 14 тең болады. Бұл жерде 6 мен 1-ді салыстырамыз. 6 үлкен және 14 бізде 2 цифрдан тұратын сан. Сол себептен мына жерде 3 цифрдан тұратын саннан біреусі азаяды. Яғни бізде 2 цифрдан тұратын сан шығады. Үшінші, 7 3 жұлдызша бөлінген 36. Салыстырайық 7 мен 3-ті. 7 үлкен және мына жерде 36 2 цифрдан тұратын сан. Олай болса мына жердегі бір цифр азаяды, сонда бізде 3 цифрдан тұратын сан шығады. Төртінші, 4 3 жұлдызша бөлінген 75. 4 пен 7-ні салыстырамыз. Бұл жерде 7 үлкен. Бір цифр азаяды. 4 таңбалы саннан бір цифрді азайтып тастаймыз. Одан кейін 75 бізде 2 цифрдан тұратын сан. Олай болса одан тағы да бір цифр азаяды. Сонда бізде жауабында 2 цифрдан тұратын сан шығады. Бесінші, 9 4 жұлдызша бөлінген 93 тең. 9 бен 9-ды салыстырамыз. Олар өзара тең. Одан кейін енді біз екінші цифрға қараймыз. Егер тең болатын болса, олардың екінші цифрларына қараймыз. Егер мына жердегі бөлінгіштің екінші цифры, 9-дан кейінгі екінші цифр мына жердегі 3-тен үлкен болатын болса, онда бізде 4 цифрдан тұратын сан шығады. Ал егер ол бөлінгіштің екінші цифры мына жердегі 3-тен кіші болып қалатын болса, яғни 0, 1, 2 деген сан тұрса, мына жерде, онда бізде жауабында 3 цифрдан тұратын сан шығады. Алтыншы, 4 жұлдызша бөлінген 87 тең. 4 пен 8-ді салыстырамыз. 8 үлкен, мына жердегі 5 цифрдан біреусі азаяды, 4 цифр қалады. Одан кейін 87 бізде 2 таңбалы сан. Олай болса мына жерде тағы да бір цифр азаяды. Сонда бізде 3 цифрдан тұратын сан шығады жауабында. 52-ші есеп өрнектің мәнін табыңдар. Бірінші, 275 көбейтілген 10. Бізде мынаны ауызша есептесек болады. Мынау 10-ның артындағы 0 қазір 275-тің артына барып жазылады. Көбейтетін болсақ баған түрінде, сонда 2750 шығады. Одан кейін 396 көбейтілген 100. Бұл жерде де мынау 2-0 мына жақтағы санның артына барып жазылады. Сонда 39600 болады. Келесі 1817 көбейтілген 1000. Егер мына 3-0-ді мына санның артына апарып жазатын болсақ, онда бізде 1.817.000 деген сан шығады. Екіншісі 1313 бөлінген 13-ке. Біріншісін баған түрінде орындап көрейік. 1313-ті бөлеміз 13-ке. 13-тен аламыз, 1-ден береміз. 13 болады, азайтатын болсақ 0. 1 жанына түседі. Бізде 1-ді 13-ке бөле алмаймыз. Сол себептен мына жерге 0 береміз.
Сонда қасына 3 түседі. Сонда 13-ке 13 болу үшін бірден береміз. 13 азайтамыз 0. Сонда жауабы 101 екен. Келесі 3030 бөлінген 15. Бұл да дәл алдыңғы есеп сияқты баған түрінде шығарсақ, осыған ұқсас жауап шығады. Яғни 30-ды 15-ке бөлсек бізде 2 шығады. Одан кейін 0, тағы да 30-ды 15-ке бөлеміз 2. Сонда 202 болады екен. 6060 бөлінген 12. 60-ды 12-ге бөлеміз 5, 0 түседі. 60-ды 12-ге бөлеміз 5. Сонда 505 болады екен. Үшінші 4848 бөлінген 16. Бұл жерде де 48-ді 16-ға бөлеміз 3, ортасына 0 түседі. Тағы да 48-ді 16-ға бөлеміз 3. 303. Келесі 8585 бөлінген 17. 85-ті 17-ге бөлсек 5, 0 түседі. 85-ті 17-ге бөлеміз 5. 505 болады екен. Келесі 5454 бөлінген 18. 54-тің ішінде 18 3 рет бар. 0 түседі. Тағы да 54-ті 18-ге бөлеміз 3. Сонда жауабы 303 екен. 53-ші есеп есептеңдер. Бірінші, біз бірден баған түрінде жазайық. 7676 бөлінген 404. 767-ден аламыз. Бірден береміз. Сонда мында 404 түседі. Азайтамыз. 7-ден 4-ті азайтамыз 3. 6-дан 0-ді азайтамыз 6. 7-ден 4-ті азайтамыз 3. Мынау 6 жанына түседі. 3636. Енді 36 болу үшін біз 4-ті 9-ға көбейтеміз. 9 4-ім 36, 3 ойда, 9 0-ім 0, ойдаға 3 түседі. 9 4-ім 36. Азайтамыз. Бізде 0. Сонда біріншісінің жауабы 19 екен. Енді екіншісі 6060 бөлінген 505. 606-дан аламыз, бірден береміз. Да 505 түседі. Азайтамыз. Мына жерде 1, 0, да 1. Мына 0 қасына түседі. Енді 2-ден береміз. 2 5-ім 10, 0-ін жазып бір ойда. 2 0-ім 0, ойдағы 1 түседі. 2 5-ім 10. Сонда жауабы 12 екен. Үшіншісі 90090 бөлінген 606. 909-дан аламыз. Бірден береміз. 606 түседі. 9-дан 6-ны азайтамыз 3. Мұнда 0. 9-дан 6-ны азайтамыз 3. Мына 0 қасына түседі. Енді 5-тен береміз. 6 5-ім 30 себебі 0. 5 0-ім 0. Ойдағы 3 пен 3 болады. 6 5-ім 30. Сонда жауабы 15 екен. Енді төртіншісі 4242 бөлінген 202. 424-тен аламыз. 2-ден береміз. Сонда бізде 404 болады. Азайтайық. 4-тен 4-ті азайтамыз 0. 2-ден 0-ді азайтамыз 2. 4-тен 4-ті азайтамыз 0. 2 жанына түседі. 202. Енді бірден береміз. 202 болады. Азайтсақ 0. Сонда жауабы 21 екен. Енді 5-шісін шығарайық. 21021 бөлеміз 1001-ге. 2102-ден аламыз. 2-ден береміз. Сонда 2002 болады. Азайтайық. Мында 0, мында 0, мында 1 түседі, мында 0. Мынау бір астына түседі. Сонда біз бірден береміз. 1001 болады. Жауабы 21 екен. Алтыншысы 45045 бөлеміз 3003-ге. 4504-тен аламыз. Бірден береміз.
3003 азайтамыз. 4-тен 3-ті азайтамыз 1, мында 0, мында 5 түседі. 4-тен 3-ті азайтамыз, мында 1 түседі. Мынау 5 жанына түседі. Енді 15.015, 5-тен береміз, 5 жердегі 3-ім 15. 1 ойда, 5 0-ім 0, ойдағы 1. Мында 5 0-ім 0. 5-ті 3-ке көбейтеміз, 15. Азайтамыз, 0. Сонда жауабы 15 екен. Жетіншісі 48.048. Бөлеміз 4004-ке. Мына жерде 4804-тен аламыз, 1-ден береміз мына жаққа, мында 4004 болады. Азайтамыз, мында 0, мында 0, 8-ден 0-ді азайтамыз, 8 түседі, 4-ден 4-ті азайтамыз, 0 түседі. Мына жақтағы 8 жанына түседі, сонда 2-ден береді екенбіз. 8008. Жауабы 12. Сегізіншісі 84.084. Бөлеміз 7007-ге. 84.000 8408-ден аламыз, 1-ден береміз, мында 7007 болады. Азайтайық, 8-ден 7-ні азайтамыз 1, мына жерде 0, мында 4-ден 0-ді азайтсақ 4, 8-ден 7-ні азайтамыз 1. Және мына 4 жанына түседі. Енді 2-ден береміз. 2 7 14 болған себептен, сонда мында 2 7 14, 4-ін жазамыз 1 ойда, 2 0-ім 0, ойдағы мен 1, 2 0-ім 0, 2 7 14. Сонда жауабы 12. 9-шы 54.054 бөлінген 3003. 5405-тен аламыз, 1-ден береміз, 3003 болады. Мында 2, мында 0, мында 4, мында 2 түседі. Мына 4 жанына түседі. Енді 24 болу үшін 3-ті 8-ге көбейтеміз. 8 жердегі 3-ім 24, 4-ін жазам, 2-сі ойда, 8 0-ім 0, ойдағы 2 қосылады, 8 0-ім 0 болады, 8 3-ім 24. Екеуін бір-бірінен азайтамыз 0. Сонда жауабы 18-ге тең екен. 54-ші есеп, бірінші токарь тапсырманы, яғни 240 бөлшекті станокта 5 сағатта жонып дайындайды. Екінші токарь 1 сағатта одан 16 бөлшекті кем дайындайды. Егер 2 токарь станоктарда қатар жұмыс істесе, олар осы тапсырманы неше сағатта дайындайды? Бірінші токарь дегенді рим цифрымен 1 деп қоям. Бірінші токарь 5 сағатта 240 бөлшек дайындайды. Яғни біз не табуымыз керек? Оның 1 сағатта неше бөлшек дайындайтын табуымыз керек. Сонда 1 сағатта неше бөлшек дайындайтын табу үшін 240-ты бөлеміз 5-ге. Тең болады 48 бөлшек. Сонда 1 сағатта бірінші токарь 48 бөлшек дайындайды екен. Енді екінші токарь біріншіге қарағанда 16 бөлшекті кем дайындайды дейді. Яғни ол 1 сағатта осы бірінші токарьдің жасаған бөлшектерінің санынан 16-ны азайтып тастаймыз. Сонда 32 бөлшек дайындайды. Енді бізге айтады, олар бірге істесе дейді, бірігіп. Осы тапсырманы қанша сағатта бітіреді дейді. Яғни 240 бөлінген екеуісінің 1 сағатта істеген жұмыстарын қосамыз. 48 қосылған 32. 240 бөлінген 80. Сонда 3 сағатта бітіреді екен, егер екеусі бірге жұмыс жасаса. Елу бесінші есеп, суретте сым шыбықтары бар доңғалақ кескінделген. Доңғалақтың ішкі шеңберіне 32 сым шыбық бекітілген.
Сым шыбықтар аралықтары бірдей 12 сантиметрден. Нені анықтау керек, сұрақ қойыңдар. Бізде шыбық берілген 32. Одан кейін олардың аралықтары 12 сантиметрден. Бізге анықтау керек осы берілген доңғалақтың ұзындығын. Енді біз оны қалай табамыз? Біз 32 сым шыбықты 12 сантиметрге көбейтеміз. Сонда бізде 384 сантиметр шығады. Яғни 3 метр 84 сантиметр. Сонда мына доңғалақтың ұзындығы 3 метр 84 сантиметр екен. 56-шы есеп x-тің мәнін табыңдар. Бұл жерде бізде үлгі көрсетілген, қалай шығару керек? Осы үлгіге қарап шығарамыз. Бірінші 51 жақшаның ішінде x азайтылған 6 тең 0. Бұл жерде мына 51 мен жақшаның арасында көбейту деген амал бар. Олай болса бізде 51 тең 0 немесе x азайтылған 6 тең 0 болу керек. 51 бізде 0-ге тең емес. Онда x азайтылған 6 тең 0. Олай болса x-міз 6-ға тең екен. Екінші x азайтылған 3 көбейтілген 84 тең 0. Бұл жерде 84 бізде 0-ге тең емес. Олай болса x азайтылған 3 тең 0. x-міз 3-ге тең екен. Үшіншісі 174 жақшаның ішінде x азайтылған 8 тең 0. 174 бізде 0-ге тең емес. Онда x азайтылған 8 бізде 0-ге тең деген сөз. x тең 8-ге. Төртіншісі 46 жақшаның ішінде x азайтылған 2 тең 0. Бұл жерде бізде 46 0-ге тең емес. Онда x азайтылған 2 0-ге тең. x сонда 2-ге тең болады. 57-ші есеп бірінші. Хауызға 1 сағатта бірінші құбырдан 85 метр куб су ақса, екінші құбырдан 70 метр куб су ағады. Егер су екі құбырдан қатар ақса, 620 метр куб су хауызға неше сағатта жиналады? Бірінші құбырдан 85 метр куб су ағады 1 сағаттың ішінде. Ал сол 1 сағаттың ішінде екінші құбырдан 70 метр куб су ағады. Бізге айтады, 620 метр куб суды хауызға неше сағатта жинауға болады дейді. Біз не істейміз? 620-ны осы екі құбыр қатар аққан кезде дейді, яғни 85-ке қосамыз 70-ті. Сонда 620 бөлінген 155 тең болады 4. Сонда 4 сағаттың ішінде осы 620 метр куб суды жинауға болады екен. Екінші, екі қаланың ара қашықтығы 144 километр. Осы қашықтықты велосипедші 12 сағат, ал мотоциклші одан 3 есе кем уақыт жүреді. Егер олар бір-біріне қарсы жүрсе, неше сағатта бір-бірімен кездеседі? Берілген жазсақ, ара қашықтығы 144 километр. Одан кейін бізге велосипедшінің уақыты берілген, оны Т1 деп қойық, 12 сағат. Одан кейін мотоциклшінің уақыты берілген, Т2 деп қойық. Ол 3 есе кем велосипедшіден, яғни 12-ні бөлеміз 3-ке, 4 сағат. Енді бізге олар бір-біріне қарсы жүрсе, неше сағатта кездеседі дейді. Бізге Т-ны табу керек. Бұл уақытты табу үшін бізге жылдамдық керек. Жылдамдықты мына жақтағы уақыттарды қолданып тауып алайық. Сонда біз не істейміз? Т1 белгілі, олай болса В1-ді табамыз. Ол бізде S бөлінген Т1-ге тең. Сонда S-міз 144, ал Т1 бізде 12.
Сонда 12 километр сағатқа тең велосипедшінің жылдамдығы. Енді мотоциклшінің жылдамдығын V2 деп қояйық. S бөлінген T2-ге. 144-ті бөлеміз 4-ке. Сонда бізде болады 36 километр сағат. Бұл мотоциклшінің жылдамдығы. Енді барлық уақытты табамыз. Ол бізде S бөлінген V-ға тең. S бөлінген V бұл жерде екеусі бір-біріне қарсы жүрді, яғни екеусі бір-біріне келе жатыр, кездесуге. Олай болса, олардың жылдамдықтары артады. Сонда V1 қосылған V2 деп жазамыз. Сонда 144 бөлінген 12 қосылған 36 болады. 144 бөлінген 48 тең болады 3-ке. Сонда жауабы екеусі 3 сағаттан кейін кездеседі. 58-ші есеп бөлменің әрбір қабырғасына 3 орындықтан қойып, барлығы 9 орындықты қалай орналастыруға болады. Мынау біздің бөлмеміз болсын, енді орындықтарды орналастырамыз. 1-ші орындық, 2-ші орындық, 3-ші орындық, 4-ші орындық, 5-ші орындық. Мынау 6-ші орындық, мынау 7-ші орындық. Мына жерде 8-ші орындық және 9-ші орындық. Сонда барлығы 9 орындық болды. Және әр қабырғада 3 орындықтан орналасты. 59-ші есеп. Егер 1-ші x қосылған y 35 болса, онда мына өрнектің мәні нешеге тең дейді. Дұрыс жауабын таңдап алыңдар. 1-ші x қосылған y тең 35. Олай болса, x қосылған 15 жақшаның ішінде, қосылған y азайтылған 8-ді табу керек. Бұл жерде екі жақшаның арасында қосу, сол себептен біз жақшаны ойланбай аша береміз. X қосылған 15 болады, қосылған y азайтылған 8 болады. Сонда енді x қосылған y-ді бірге жазсақ болады, қосылған 15 азайтылған 8-ді бірге жазсақ болады. X қосылған y-дің орнына 35 қоямыз, қосылған 15-тен 8 азайтамыз, 7. Сонда бізде жауабы 42 екен. Ол бізде D деген жауап. 2-ші x көбейтілген y тең 60 болса, онда x бөлінген 5 жақшаның ішінде көбейтілген y бөлінген 2 тең нешеге? Біз бұл жерде бөлшекті қарайық. Мына жердегі бөлу амалын біз бөлшекпен алмастырсақ болады. Олай болса, x бөлімінде 5 көбейтілген y бөлімінде 2. Бұл деген сөз, x пен y-ді бірге көбейте аламыз, бөліміндегі 5 пен 2-ні бірге көбейте аламыз деген сөз. Енді x көбейтілген y жақшаның ішінде бөлшекті бөлуге айналдырамыз, сонда 5 көбейтілген 2 болады. X пен y-ді көбейтеміз 60, бөлінген 5-ті 2-ге көбейтеміз 10. Сонда жауабы 6. Ол бізде С деген жауап. 3-ші x бөлінген y тең 12 болса, онда x бөлінген жақшаның ішінде y көбейтілген 3-ті табу керек. Бұл жерде де бөлу амалын көбейтуге айналдырайық. Бұл жерде де бөлу амалын бөлшекке айналдырайық. Сонда x бөлімінде y көбейтілген 3 болады. Яғни бұл x бөлінген y бөлінген 3-ке айналдырсақ болады деген сөз. Сонда x бөлінген y бізде 12-ге тең, бөлінген 3. Сонда ол 4 болады. Жауабы А. Келесі 4-шісі. X бөлінген y тең 10. X көбейтілген 2 жақшаның ішінде бөлінген y тең болады. Бұл жерде де бөлу амалын бөлшекке айналдырайық. X көбейтілген 2 бөлшектің бөлімінде y болады. Бұл деген бізде x-ті y-ға бөлеміз және 2-ге көбейтеміз деген амалға айналдырсақ болады.
x-ті y-ға бөлеміз 10 болады. Көбейтеміз 2-ге 20 болады. Бұл бізде В деген жауап. 60-шы есеп. Оқырман бірінші күні кітаптың жартысынан 18 бетті кем, ал екінші күні қалғанының жартысынан 8 бетті кем оқыды. Ол үшінші күні кітаптың одан қалғанының жартысынан 3 бетті кем оқығанда, кітаптың оқылмаған 23 беті қалды. Кітапта барлығы неше бет болған? Оқырман бірінші күні кітаптың неше бетін оқыды? Оқырман екінші күні кітаптың неше бетін оқыды? Бізде барлығы белгісіз, барлығын x бет деп қояйық. Одан кейін енді бірінші күні не оқыды, соны жазамыз. Бізде бірінші күні жартысынан 18 бетті кем оқыды дейді. Жартысы деген сөз барлық беттің 2-ге бөлеміз. Және 18 бетті кем оқыды, яғни 18-ді азайтамыз. Бұл бізде бірінші күні оқыған беті. Оқыды, Енді оқымаған беті нешеу? Ол енді жартысы қалды, және 18 бетін оқымады, яғни қосылған 18 деп жазамыз. Бұл қалды. Енді екінші күні осы қалған беттің жартысынан 8 бетті кем оқыды. Яғни осы қалған бетті жазамыз. Оның жартысын жазамыз, және одан 8 бетті азайтамыз. Бұл екінші күні оқыған беті. Енді одан не қалды, соны жазайық. Осының екінші жартысы бар, оқылмаған, және 8 бетті оқымады, яғни оны осы жаққа қосып қоямыз. Бұл қалған бет. Енді үшінші күні осы қалғанның жартысынан 3 бетті кем оқыды. Тағы да осы операцияны орындаймыз, x бөлінген 2 қосылған 18 бөлінген 2 қосылған 8. Бұл қалғаны, осы қалғанының жартысы және одан 3 бетті кем оқыды дейді. Ал қалғаны x бөлінген 2 қосылған 18 бөлінген 2 қосылған 8, екінші жартысы қалды, және тағы да оқылмаған 3 бет қалды, яғни қосылған 3. Бұл бізде қалғаны. Енді бізге айтады, осы кезде кітаптың оқылмаған 23 беті қалды дейді. Ол деген сөз, мына өрнекті біз 23-ке теңестіреміз, яғни қалғаны 23 бет деп тұр. Мына жаққа жазайық. x бөлінген 2 қосылған 18 бөлінген 2 қосылған 8 бөлінген 2 қосылған 3 тең болады 23-ке. Осы жерден x-ті табамыз. x бөлінген 2 қосылған 18 бөлінген 2 қосылған 8 бөлінген 2 тең 3-ті теңдіктің екінші жағына апарамыз. 23-тен 3-ті азайтсақ, бізде 20 болады. Келесі x бөлінген 2 қосылған 18 бөлінген 2 қосылған 8. Мына жердегі бөлінген 2-ні теңдіктің екінші жағына апарсақ, ол көбейтілген 2 болады. Сонда ол 20-ны 2-ге көбейтеміз, 40-қа тең. Келесі x бөлінген 2 қосылған 18 бөлінген 2. Мына жердегі қосылған 8-ді теңдіктің екінші жағына апарамыз. Сол кезде ол азайтылған 8 болады. 40-тан 8-ді азайтамыз, 32. Келесі x бөлінген 2 қосылған 18. Мына жердегі бөлу 2-ні теңдіктің екінші жағына апарамыз. Ол көбейту 2 болып барады. 32-ні 2-ге көбейтеміз, 64. Келесі x бөлінген 2, енді 18-ді теңдіктің екінші жағына апарамыз. 64-тен 18-ді азайтамыз, 46 болады. X тең, сонда 46-ны мына жерде бөлінген 2 теңдіктің екінші жағына барғанда көбейту болып барады. 46-ны 2-ге көбейтеміз, 92. Бізде 92 шықты. 92 бұл бізде барлығы, сонда барлығы 92 бет болған екен. Біз бірінші сұраққа жауап бердік. Енді екінші сұраққа бірінші күні кітаптың неше бетін оқығанын табуымыз керек. Деп қойық.
Бірінші күні оқыған беті мынау. Осының орнына x-ті қойып жазамыз. Сонда 92 бөлінген 2 азайтылған 18. 92-ні 2-ге бөлеміз 46, одан 18 азайтамыз. Бізде 28 шығады. Сонда бірінші күні 28 бет оқыған екен. Ал екінші күні неше оқығанын табамыз. Екінші күні оқығаны бізде мынау. Сонда 92 бөлінген 2 қосылған 18 бөлінген 2 азайтылған 8. 92-ні 2-ге бөлеміз 46, қосамыз 18-ді, бөлеміз 2-ге азайтамыз 8-ді. 46-ға 18-ді қосамыз 64, бөлеміз 2-ге азайтамыз 8-ді. 64-ді 2-ге бөлеміз 32, азайтамыз 8-ді, 24 болады. Сонда жауабын жазайық. Бізде барлығы 92 бет. Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ. Бірінші күні 28 бет оқыды. Үшінші сұрақ. Екінші күні 24 бет оқыды. 61-ші есеп практикалық жұмыс. Математика 5 оқулығының 61-ші есеп практикалық жұмыс. Математика 5-ші сынып оқулығының алғашқы бетінің нөмірленуі 3 цифрынан басталады. Неше цифрмен нөмірленген? Бірінші. Математика 5-ші сынып оқулығының бірінші бөлімінің барлық беттері. Екінші. Математика 5-ші сынып оқулығының екінші бөлімінің барлық беттері. Үшінші. Математика 5 оқулығының бірінші бөлімінің және екінші бөлімінің барлық беттері. Яғни, біз мына есепті шығара алу үшін біз кітаптың барлық беттерін қарамыз керек. Бірінші бөлімде бізде барлығы 222 бет бар. Яғни бізде айтады 3 цифрмен басталады дейді. Олай болса бізде тағы да 2 бет белгіленбеген. Олай болса оны қосамыз осында. Сонда 224 бет бірінші бөлімде. Екінші бөлімде 190 бет. Дәл осы сияқты 3 цифрынан басталған, яғни бірінші, екінші бет белгіленбеген, оны осында қосамыз. Сонда 192 бет бар. Енді үшінші сұрақ. 2 бөлімнің барлық беттері неше? Яғни 224-ке қосамыз 192-ні. 416 бет бар екен.